Бәріңізге сәлем, мен Мардан. Каналыма қош келдіңіз. Соңғы 200 жылда технология мен адамдардың қоғамдық өмірінің өзгеруімен қылмыстар да өзгере бастаған. Кезінде бір адам жасаған қылмысты уақыт өте келе топ болып жасай бастады. Мафия сөзінің қалай пайда болғанын қараған кезімізде алғаш рет 19 ғасырда Сицилияда кездестіреміз. Сол кездері Сицилияда өте көп қылмыстық топтар пайда болады және үкімет бұлармен атсалыса алмайды. Барлық адамдар бір-бірінің заттарын ұрлап немесе тартып алып, түрлі қылмыстар жасап, елдегі тыныштықтың қашуына себепші болады. Сол себепті 1800 жылдары қолында жеткілікті әскер саны болмаған Италия үкіметі қылмыстық топтарды үкіметтің бір бөлігіне, яғни полициялардың қатарына қосып, полицияның басқаруының жартысын солардың қолына беріп, оларды дала полициясы деп атайды. Дәл осы кезеңде ұзақ жылдар бойы жалғасатын мафия кезеңі басталады. Істер біткеннен кейін мафияның көзін құртқысы келген үкіметтің жоспарларын біліп алған басқа мафия топтары өздерінің күшін көрсету үшін барлық жұмыстарын жалғастыра береді. 1200 жылдардан бастап француздарға өлім, Италия гүрілдеп жатыр деген мағына беретін осы сөзден шабыт алып, өздерін мафия деп атайтын бұл үлкен қылмыстық топ заңдарды жоқтап есептеп, үкімет ішіне өз адамдарын орналастырып, өзінің заңдары бойынша әрекет ете бастады. Үкіметпен келісім шарты бойынша халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін мафия үкіметпен арасы жақсы болмай қалса да, халық арасында абыройы жоғары болып қалды. Үкімет тарапынан тапсырма алған бір полиция бір ғана жерді қорғай алғаны үшін оны жою қиын емес. Ал мафияның бар болған жерлерде тек қана мафия сөзін естіген адам ешкімге тиіспейді. Мафиялар осылайша 1900 жылдарға дейін үлкен жерлерді және атақты адамдарды қорғаған. Сонымен мафияның орнатқан әділдік деңгейі жоғары болған соншалық, кейде халық мафияның өте ауыр қылмыстарына да көз жұмған. For justice, we must go to Don Corleone. Good. Someday, and that day may never come, I'll call upon you to do a service for me. Әлем оларды мафия деп атаса да, олар өздерін біздің құпиямыз деген мағына беретін Коса Ностра деп атайды. Үкіметтің заңдарын мойындамай, өздері заң шығарып, өздеріне тән жүйе құрған еді. Бұл жүйеде қалу үшін тек қана халықты қорғап қана қоймай, қорғауға қажеттілігі болмаған барлық адамдардан ақша талап етіп, зорлықпен қорғады. Ақша көбейген сайын олардың шектен шығуы, олардың қандай жаман деңгейде өзгеріп кете алатындығын көрсетті. Олардың күшейген соншалық, Сицилия аралының жартысын бақылауда ұстап отыратын. Өте керемет деңгейде жүйе құрған Коса Ностраның негізгі табыс көзі есірткі саудасы. Басқалардан ақша тартып алу болса, сауда, туризм, тіпті футболға да кіргендер болды. Италиядағы бір күндік табысы 265 миллион долларға жеткен болатын. Олар өлтірілген отбасының 18 жастан төмен баласы бар болса, оларға қарап, балалар және әйелдерге зиян келтірмеуге тырысатын. Мафия басшыларының жиналып, кімнің қай алаңға қарайтынын ақылдасатын комитет бар еді, және ешкім бір мафияның бақылауындағы аймаққа кірмейтін. Бір мафия бақылауындағы жерден бір дүкен ашып, сол мафияға ақша төлемейтін болсаңыз, басыңыз үлкен проблемаларға тап болады деген сөз. Дүкеніңіз өртенеді, немесе қарулы адамдар басып алады. Олар отбасы деп аталса да, олардың арасында жүру үшін туыс болуыңыздың қажеті жоқ. Бірақ барлығы ең төбедегі кісіге әке, ал өзімен тең дәрежедегі адамға бауырым деп атайтын. Әр отбасының қылмыстық істеріне байланысты шешім қабылдайтын Дон деп аталатын әкесі бар еді. Оның қасында болса, оған кеңес беретін кеңесшісі, оны консиглері деп атайтын. Үшінші лидер болса, екінші бастық, яғни Донға бірдеңе болса, түрмеге түсу сияқты оқиға болса, оның орнына отыратын. Ал одан кейін топтың әскерлері бар. Әскер болу үшін ол отбасыға өзінің шынайы тәуелді және ешбір уақыт қиянат жасамайтынын дәлелдеуі керек болатын. But don't ever take sides with anyone against the family again. Ever. Ең қауіпті тапсырмалар бұл отбасын өмірінде бірінші орынға қоятын әскерлерге беріледі. Қарапайым халықтан ерекше болып көріну үшін отбасы мүшелері сақал қойып жүрмейтін. Сақал қоюға тыйым салынған болатын. Отбасыларда әке болатын адамды таңдау жылда бір рет демократиялық жолмен қол көтеру арқылы өтетін. Ал өте үлкен отбасыларда бұл жағдай мемлекеттердің сайлау сияқты жәшікке қағаз тастау арқылы өтетін. Отбасы мүшелерінің бірі абақтыға кірген кезінде иерархия бойынша оның астында тұрған адам оның орнына өтетін. Отбасы ішінде құрметке ие болу арқылы бір күні әке болу мүмкін болса, бір отбасы мүшесінің отбасыдан шығуы қиянат деп қабылданатын
және отбасыдан бас тартып шығып кету өте қиын нәрселердің бірі. Мұнда жасаған отбасы мүшелеріне отбасы ішіндегі сот арқылы өлім жазасы берілетін. Point in the near future, Mr. Churchill will want to speak to you in person, Mr. Shelby. He has a job for you. We will be in touch. Бұл отбасыдағы ең үлкен заң болса, отбасы мүшесі болмаған адамдарға ешбір нәрсе айтылмау керектігі жайында. Бұл заңға бағынғандығы соншалық, бір әскер басқа әскерге өзі туралы мәлімет бермейтін еді. Тек қана отбасы мүшелері таныстыратын болса ғана тануына мүмкіншілік берілген. Бұл адамдар халық тарапынан жақсы көрілетін үкімет адамы немесе дін адамы болуды да мақсат етеді. Мафия таңдаған үкімет адамдары да мафияның ақша табуы үшін қолынан келгеннің барлығын жасайтын. Бір отбасы мүшесі қамауға алынған кезде, егер үкімет ішінде өз адамдар болмайтын болса, ешкімге ешбір сөз айтпайтын. Бұл да заңдарының бірі. Егер ол сөйлейтін болса, өзімен бірге бүкіл отбасы мүшелері өледі. Сол себепті отбасы мүшесі қамауға алынған кезде бауырының ернен сүйсе, бұл мүлдем сөйлемеймін деген мағына береді. Бұл мафияның өз ішінде құпия сөздері өте көп, және кейбір қылмыстардағы құпия сөздерді детективтер көмегі арқылы анықтаған. 1986-92 жылдары болған әлемдегі ең үлкен сот деп білінген Макси Трайал деп аталатын сотта 474 кісінің 360-ына қамау жазасы берілді. Сот кезеңінің үлкен болғаны соншалық, сот болу үшін арнайы ғимарат жалданды. Мұндай сот оқиғасы да мафия тарихында алғаш болған еді. Жас кезінде мафияға қосылған, қатыгез әке болған, тіпті мафияның жүрегі болған Корлеон ауданын қолға алған Томасо Бускетта Амерта деп аталып кеткен ешбір сөз сөйлемеу заңын бұзып, мафия және оның жүйесі туралы сотқа детальды түрде мәлімет берген. Quando arrivava il capomafia vero, il silenzio e l'attenzione erano assoluti. Se ci fosse stata una mosca, si sarebbe sentito il volo di quella mosca. Есімі бүкіл әлемге әйгілі болған және жасырынбайтын бірнеше мафия туралы бұл видеода айтып өттім. Тарихта кіші бір қылмыстық топ ретінде Сицилияда пайда болған мафия бүгінгі таңда жапондық якуза, Мексика мафиясы, түрік және орыс мафиялары және ең қауіптілері Албания мафиясы сияқты бірнеше түрге бөлінген. Әлемде кейбір үкіметтерге өздерінің сөзін өткізе алатын бұл мафиялар тіпті үкіметтен де жоғары, яғни құпия үкімет сияқты. Бір видеоның да аяғына келдік. Осындай видеолардың шоуын қаласаңыз, лайк басу арқылы маған білдіре аласыз. Каналға тіркеліп, келесі видеоларды өткізіп алмаңыз. Келесі бейнелерде көріскенше, мен Мардан.